сендер бүгін әдемі болып кетіпсіңдер. Бүгін осы топта мереке деп естідім. Балалар, бүгін Жақыптың туған күні екен. Ендеше, мына жерге ортаға келіп, шаттық шеңберін құра қояйық. Ортаға шеңбер бойына келе қоямыз. Балалар, мен сендердің қолдарындағы әдемі гүлдерді көріп тұрмын. Біз осы гүлдерді мына менің қолымдағы сиқырлы құмыраға салып, Жақыптың туған күнін құттықтап, сыйлық ретінде берейік. Келістік па, балалар? Жақсы, жарайды. Ділшат, Жақыпқа деген өзіңнің тілегіңді айтып, құмыраға сала ғой, сиқырлы құмыраға. Жақып, Туған күнің ең сау болсын. Жақып, туған күн құтты болсын. Қамза? Жақып, мектебің берген. Жарайсың. Балалар, мен де Жақыптың туған күніне әдемі гүлімді ала келдім. Жақып, туған күнің құтты болсын, денің сау болсын, ата-ананың айтқанын тыңда, үлкен азаматша болып өс. Балалар, сиқырлы құмыраңыздағы гүлдер әдемі болды ма? Ендеше Жақыптың туған күніне құттықтап гүлімізді берейік пе, сыйға тартайық па? Жақсы, Жақып, туған күнің құтты болсын. Рахмет. Балалар, ұйымдастырылған іс-әрекетімізді шаттық шеңберінде көңілді әуенменен жалғастырайық. Келістік пе? Ал кеттік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз әдемі гүлдер деп аталады. Балалар, гүлдердің түрлері көп екен. Гүлдер тірі гүлдер және жасанды гүлдер болып бөлінеді екен. Тірі гүлдер өседі, ал жасанды гүлдер өспейді. Біз тірі гүлдерді үйде, туған күн кештерінде, бір-бірлерімізге, мерекелерде, бір-бірімізге не істейміз? Сыйлайды екенбіз. Ал жасанды гүлдерді тек үйде сәндік үшін ғана қолданады екенбіз. Тірі гүлдің балалар тамыры болады, сабағы болады, жапырағы болады, гүлі болады. Ал жасанды гүлдерде тамыр болмайды, олар өспейді. Біз тірі гүлдерді жұлмауымыз керек. Оларды үнемі не істеп отыруымыз керек? Су құйып отыруымыз керек, дұрыс айтады Нұрай. Сосын оны терезенің алдына қоюымыз керек. Тірі гүлдер бізге таза ауасын береді екен. Сондықтан біз тірі гүлдерді жұлмай, үнемі суарып, қорғай білуіміз керек екен. Ендеше тапсырмамызды орындайық. Тапсырма орындамастан бұрын мына киіз үйлердің ішінде біздерге жасырылған тапсырмалар бар. Сол тапсырманы мына ұлттық құндылық дөңгелегіндегі мына стрелканы айналдырып, қай киіз үйге түседі, соны ашып, тапсырмаларды орындаймыз. Ал Қамза айналдыра ғой. Ашып қарайық. Қандай тапсырма шықты екен? Бүгінгі тақырыбымыз
әдемі гүлдер болғандықтан балалар бізге гүлдер туралы тапсырма берген екен. Манни кашиден дәстүрден тыс арқылы гүлдердің суретін салу дейді. Ендеше тапсырмамызды орындайық. Келістік пе балалар? Алла тапсырмамызды жалғастырайық. Манни кашименен дәстүрден тыс сурет салу әдісін түсіндіріп кетейін мен сендерге. Бұрында біздің тобымызда жасап жүріп. Мына алдымызда тұрған ненің суреті балалар? Гүлдің суреті. Біз жаңа кімге сыйлаймыз дедік? Жақыпқа. Неліктен сыйлаймыз дедік Жақыпқа? Себебі оның несі бүгін? Туған күн екен. Ендеше гүлімізді әдемі қылып салайық балалар. Мына гүлдерге, алдымызда тұрған гүлдерге мына желімді түгел жағып шығамыз. Сосын барып, мына алдымыздағы манни кашины себеміз. Желім жаққан желімізге гүлдің ішіне. Түсінікті ме? Сосын мына жерде тұрған пипетканы алып, мына бояуларменен гүлімізді не істейміз? Сәндейміз. Түсінікті ме балалар тапсырма? Ал жақсы кеттік. Тапсырманы орындайық. Құлпырған еткен көктем күндері, айлы аспан тыныш тұнық түндері, аңқыған естен тандырға нәп-нәзік көркем Ендігі кезек сенде. Ал, ендеше ашып қарайық. Қандай тапсырма берілді екен? Бұл да біздің бүгінгі тақырыппен байланысты екен. Трафарет арқылы гүлдің суретін салу деген тапсырма беріпті. Орындаймыз ба? Жарайсыңдар балалар. Олар әрі қарай ұйымдастырған іс-әрекетімізді жалғастырамыз. Мына трафарет арқылы гүлдің суретін дәстүрден тыс сурет салу әдісіменен жалғастырамыз. Мына жердегі ашық жерлерді түрлі түсті бояуларменен бояп шығамыз. Тапсырма түсінікті ме? Бұрын тобымызда жасап жүріп балалар білеміз ғой, жарайды. Сен гүлдері жайқалған, гүлдері қарнап бүгін айтамын, сол гүлдердің ішінен сені бүгін емес бұрын байқаған. Сан түрлі түске кезекте балалар бүгінгі туған күн иесі Жақыпқа берейік.
Жақып ұлттық құндылық дөңгелегін айналдыра қой. Бұл яшықта не бар екен қарай. Бұл да біздің бүгінгі тақырыппенен байланысты екен. Құм терапиясы арқылы гүлдердің суретін салу дейді. Саламыз ба балалар? Иә. Ол суреттерді, гүлдердің суретін салып кімге сыйлайды? Кімге сыйлайды? Жақыптың туған күні деп Жақыпқа сыйлайық ба? Иә. Ал, жақсы, жарайды, келістік. Ендеше балалар, әрі қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Мына алдымыздағы құм терапиясы арқылы дәстүрден тыс, мына алдарымыздағы гүлдердің суретін құм терапиясы арқылы саламыз. Түсінікті ме? Құмменен сурет саламыз. Ненің суретін саламыз? Гүлдің суретін саламыз. Гүлдер боялған, сендерге жаным әттең той алма. Біреуін ғана іздеп алайын, бір гүлді мәңгі менді қоярма. Гүлдер, гүлдер, гүлдер жайқалған, гүлдерге арнап бүгін айтамын. Балалар, ендеше бүгінгі ұйымдастырылған оқу іс-әрекетімізді қорытындылайық. Балалар, бүгін не туралы әңгімеледік? Құммен сурет салдық. Құммен ненің суретін салдық? Гүлдің Гүлдің суретін салдық. Гүлдің несі болады, балалар? Жапырағы болады, сосын гүлі болады, сосын тамыры болады, дұрыс айтамыз. Гүлдің тамыры болады екен, жапырағы болады екен, сабағы болады екен, сосын гүлі болады екен, балалар. Сосын гүлдердің қандай түрлері бар? Тірі гүлдер, сосын қандай гүлдер болады? Жасанды гүлдер. Тірі гүлдерді жылуға бола ма? Жылуға болмайды. Оны не істеуіміз керек? Үнемі суарып тұруымыз керек. Жылуға болмайды екен. Гүл бізге не береді, тірі гүлдер? Таза ауасын береді екен. Тағы не туралы әңгімеледік? Бүгін кімнің туған күні болды, балалар? Жақыптың туған күні болды. Жақыптың туған күніне біз не жасадық? Гүлдердің несін салдық? Гүлдердің суретін салдық. Ендеше балалар, мен сендерді ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіне жақсы қатысты деп, мынадай әдемі гүлдер алып келдім. Осы гүлдер сияқты әдемі болып, өсіп, өніп жүре беріңдер. Түсінікті ме? Мынау Қамзаға жақсы қатысқан үшін, мынау Нұрайға, мынау Ділшатқа. Мына жерде сиқырлы құмырамыз бар ғой. Сиқырлы құмыраны кімге сыйлаймыз дедік? Жақыпқа. Себебі Жақыптың бүгін несі? Туған күн екен. Жақып, міне достарының туған күніне сыйлаған гүлін қабыл ал. Достарға не айтасың, Жақып? Достарға не айтасың? Рахмет айтып жатыр. Ал, жақсы балалар, ендеше бүгінгі ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті аяқталды. Қатысқандарыңа көп рахмет. Жаным әттең той алма.